Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Ауыл аймақ Ботатайлақ. Бүгін жұмысқа шықпадық. Бүгін 30-ы, 2025-дің 30-ы, ертең 31-і, арғы күні 2026, Құдай қаласа. Назарбаев ойбай Путинмен жолықты, ойбай Назарбаев Путинмен жолықты, Назарбаев Путинмен жолықты. Не айтты ол жерде? Неғып ол елең етіп шыға қалады деп депутаттар айтты ғой енді. Мақсат Толықбаймен кешіріңіз, Мақсат Толықбай жоқ болып келеді да, бір қарасаң сол Санкт-Петербургта отырады, неғып ол жаққа барды деп айтқан еді. Енді Назекең енді былай қапты. Телефон арқылы Мирзаевқа звондапты. Ол жерде не әңгіме болғаны белгісіз, бірақ не болса да Назарбаев движухада ғой. Движухада. Неге ол көрші елдердің президенттерімен сөйлесіп жатыр? Же болмаса бір план болып тұр ғой, енді бір план болып тұр. Не болса болсын, бір план болып тұр. Одан кейін мына Украина мен Ресейдің арасындағы келісім не болады деген 95%-ға дейін келісім шешілді деп айтыпты Зеленский Вашингтон емес, Кайкалаш деген, қателеспесем, Америкадағы кім аты Трамптың өзінің жеке үйіне барып, ол жерден барлығын қоршап, сол жерге барып сөйлескен еді. Ол Путинге звондаған. Путинмен жақсы әңгіме болды. Путин бұл соғысты тоқтауына негізі ниетті деген еді. Енді ондай болмайтын сияқты. Неге десеңіздер, осы кездесу болып жатқан күні ғой деймін, қателеспесем, Украинаның беспилотниктері бұрын соңды болмаған, Путиннің өзінің жеке жайына, резиденциясына шабуыл жасаған. Енді ол жерде барлығын қайтардық дейді. Енді барлығын қайтарды ма, же болмаса бір жерлер бүлінді белгісіз, бірақ мына Ресейдің басшыларының айтуы бойынша бұл хабарды біз Трампқа жеткізген едік. Трамп жағасын ұстап жатыр. Яғни олай болыпты деп деген сияқты әңгімелерді айтып жатыр. Одан кейін келісімге келу жайлы мынау Ресейдің хатшысы десек те болады, мына Песков бар ғой, Песковтың сөзі бойынша айтыпты, қазір соғысып жатқан жерлердегі жерлерді тастап Украина әскері шегінсе соғыс бітеді депті. Бұның алдында да Путин Қырғызстанға барған кезде де әңгіме айтқан. Егер қағаз жүзінде келісімге келе алмасақ, біз әскери күшпен алуға мүмкіндігіміз жетеді деген еді. Енді айта береді ғой, мүмкіндік жете ме жетпей ме белгісіз, бірақ көп адам өліп жатыр. Енді сол қазір соғысып жатқан жерлерді тастап, административный жерлерімізден ары қарай кетсе деп уже Песков мынау қазір Украинада болып жатқан жерлердің бәрін енді өзімізге деп сеніп алған ғой, мысалғаша сөйтіп айтқан еді. Сол жерден кетсе біз соғыс тоқтатамыз деп Зеленский айтыпты. Біз олардың ойы былай болып тұр дейді. Мысалға, егер Ресейге қойып беретін болсаң, өзің шешші қалай болса да деп өзінің еркіне қоятын болсаң, мына Украина халқын барлығын сол жерден айдап шығып, Украина халқын жерін негізі алып қалғысы келіп жатыр. Біз іс жерден артқа шегінбейміз. Біз қасық-қанымыз қағанша қорғаймыз. Шабуыл жасаған біз емес, біз қорғанушымыз депті. Біз мысалға Ресейге шауып барып сондай жағдай істесек, олар да қорғанады ғой. Біз қазір өз жерімізді қорғап жатырмыз. Егер бана Песковтың айтқан сөзіне жауап беріп отыр ғой. Песков соғыс болып жатқан жерден кетіп қалса соғыс бітеді деген сияқты. Песковтың және де Ресей билігінің оң жамбасына келетін шешімді шығарыңдар десең, олар Украина жерін барлығын алып қалғысы келіп жатыр. Біз соңына дейін барамыз. Және де депті,
Біз қазір қорғану үстіндеміз. Бұл келісімге келмесек, Еуропа одағы және де Америка бізді қолдауға әңгіменің ашығы дайын тұр депті. Дайын тұр. Енді осы келісім болмаса, одан кейін осы келісім болмайды ау, неге десеңіздер, Путиннің резиденциясына қатты шабуыл жасалды деді. Оны енді Ресей үкіметі де айтады, бізге провокация істеп жатыр, ойбайда, олайда, бұлай деп. Бұл соғысты арға жалғастыруға бір, қалай айтсам екен, крючок дейді ғой. Іліп аларлық нәрсе қылып, сахнаға шығарып, шу қылып, сонымен бұл соғыс ары қарай жалғасайын деп тұрау дейді. Жалғасатын шығар, білмеймін. Кеше бір ағамызбен сөйлесіп қалдық телефонмен. Жағдайын сұрап, қалайсыз, жақсысыз ба десем, жақсымын, өзің қалайсың, анау. Сонымен Ресей жайлы әңгіме болып кетті. Неден шығып кетті әңгіме? Әңгіме шығып кетті. Сонымен Ресей жеңеді дейді. Мен айттым, енді кім жеңсе білмеймін, бірақ мен Украинаға, енді біз дұғадамыз дейсің ғой, біз дұғадамын мен Украина үшін, Украина жерін қайтарып алсын дедім. Сөйтсем, неге дейді, енді жерін қорғап жатыр ғой деп, Құдай сақтасын дедім. Мен бізге келіп қалса, сіз не істейсіз десем, отбасымды алып кетем дейді. Сонымен, сен не істейсің деді, мен не істеймін, жерді қорғап. Мүмкін қалжыңдап айтты, мүмкін шын айтты, бірақ сөйтіп айтты. Жерді, елді қорғап, өлсек өлеміз, жер үшін өліп кетсек, ел үшін өліп кетсек, арман жоқ дедім енді. Жалпы сондай Украина халқы енді жер үшін өліп жатыр. Жері үшін. Енді Ресей не үшін өліп жатыр, қанша әскерден айырылып жатыр, белгісіз. Жалпы сондай, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аты кім еді? Назарбаев енді стандардың президенттеріне звондауы да мүмкін. Же болмаса деп ойлап тұрмын мен. Тоқаевқа бетіне айта алмай, бір хабарларды. Енді Мирзаев досы ғой, енді қазір президент бір-бірімен дос қой барлығы. Диктаторлық клубтағы мүшелер ғой. Тоқаевқа осылай жеткізіңдер деп айтайын деп тұр ма, бірдеңе қылайын деп тұр енді. Же болмаса Қазақстанның көрші елдерінен кім еді аты? Назарбаев бата алайын деп тұр ғой. Мен жорыққа шығайын деп тұрмын, баталарын беріңдер деп. Жақсы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келісім болмайтын сияқты. Жақсы.